көрермендер, бүгінгі тарихымыздағы тағы бір еске түсіру үшін ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған тарихи әдеби ашық тәрбие сағатына жиналып отырмыз. Біз өзіміздің көк байрағымызды мақтанышпен жоғары көтеріп, ел таңбамызбен әнұранымызды қастерлей отырып, күн сәулесі аспанымызда әрқашан тәуелсіздік пен ерліктің белгісі, дала қыранның қанаты талмай шарықтай берсін демекпіз. Шайқалмасын ешкімнің шаңырағы, бақыт көрсін отанның сан ұланы, енді ағай бүгінде қалыптасын қазағының қастерлі әнұраны. Егемен еліміздің ең ұлық қастерлі мерекесі тәуелсіздік күні. Тәуелсіздіктің тау бесігінде тербелген ардақты ағайындар, мереке тәуелсіздіктің күш тамыры желтоқсан оқиғасына тікелей байланысты екенін ешкім айта қоймас. Десек те 1986 жылдың қайғылы желтоқсаны бір күнге емес, бір жылғы наразылықтың көрінісі болмаса керек. Бостандық деп аталатын асқақ арман жолында қаншама қан төгілді, қаншама батыр мерт болды. Бұл арпалыс бір күн, бір жыл, бір кезеңде талай ғасырларға созылған. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. 30 жылдың ішінде тәуелсіз қазақ елін қалыптастырып, нарықтың қиын өткелдерден аман өткізіп келеміз. Осы кезеңде Қазақстанды дүние дидардың ең мықты мемлекеттер тартындай, сыйлайтындай деңгейге жеткізген тұңғыш Нұрсұлтан Назарбаевтай көреген саясаткердің ерен еңбегін дәл бүгін және әрқашан айтып өтеміз. Армандағы жақындағы тым алыс, біздің жаққа жеткен екен жылағыз. Егеменді ел бақыты ертеңі, о халайық, құтты болсын қуаныш. Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар, осы кештің қадірлі қонақтары, бүгінгі нәтижесі өзіңізге 30 жыл толуына орай тәуелсіздік Қазақстан атты келмелерге жалғастан беріңіздер. Тәуелсіздік қасиеттің құнары, тәуелсіздік жарқыраған шынары, тәуелсіздік бар уақыттың бастауы, тәуелсіздік ұлты менен аны. Бүгінгі кешуімізді ашу үшін сөз керегі мектеп директоры Қасымбетова Тазагүл апайға береміз. Тәуелсіздік сенің абыройың, намысың, маңдайыңдағы жұлдызың, төбеңдегі айдардың неше халқың, тәуелсіздік ғұмыры ұзақ болсын. Биылғы жыл қазақ халқы үшін мереке жыл, мемлекетіміз үшін ең мереке жыл. Биыл біздің тәуелсіздік алаңымызға 30 жыл толып отыр. 30 жыл күллі қазақтың аман сәлемін сатқан бабаларымыз бен әкелеріміздің аңсаған армандары орындалған 30 жыл. Ұлы мерекеміз құтты болсын. Әр көңілдің ажағы демекші, келесі кезекті әуезді әнге дейік.
айтылмау кешеді. Туған жерін шегерсіз деседі. Мен Қазақстан, отан, болашағы бізбен өседі. Жалауды бір тұтап тұрақсыз ойнамаймыз. Біліп барда күтілмей сейліп, табан тасып, жылдар жұртты жылдарға, сіз бойының тілімдәні күлгегіп, сол жылдарға күржі күтіп күлгейік. Туған елім тудыр астықтарын, алғандайсың жұлдызымның жарығын, тәуелсіздік құтты болсын қымбатым, туған күнің құтты болсын алпым. Кембайдан көжетпейтін дертмен, сауырман жасылдайы көліммен, бүгінде бар әлемге дақым жеттім, тәуелсіз Қазақстан еліммен. Тәуелсіздік бақыттың қолға саған сәт, бүгін болсын дайын сәт күнім. Тәуелсізден сеттернелік кежімелі, қолдың ақасылық, қолым жүргебелі. Тәуелсіздік ауыл күнім, үсін жайнап төбемді жен жасай бір маңсызлақи, уақыттан бөлінбе. Құтты болсын тәуелсіз мияма, ол әкімге бейбіт өмір сияды. Аңсан, ақсақ аман бол, қол жеткен шыны жыңжылайды. Қуаныштан қалай кеуде келмеспін, бұл күнімді бір ғасырға бөлмеспін. Ақ сені қарны бүгін жарылды, тәуелсізбін егеменнің жүрбеспін. Тәуелсіздік кезіміз, қуанамыз күндеміз, ата-баба қадырған қазақтың біз батырмыз сексіз. Тәуелсіздік келеміз, біздің жасар жеріміз, тәуелсіздік жасаған ағап келеріміз. Бізді ентілесін бақыт құсы бағымызға етін кесін, ал енді тәуелсіздік құтты бұл қапарақтаны бақы келтіресін. Қазақстан тұрағымыз тәуелсіз аудан тау орманда судағы көл бұнды баранге дақым кетіп тәуелсіз Қазақстан елмен. Қазақстан отаны едім, саған ешбір жер жетмейді, біз тұрғанды шекарадан ешқандай да жау өтмейді. Бейбіт ана тілеуін мен халқыма, туған тілім шұбарланба жарқыра, тарих мұстатылған тұлардың бейсін, бар сенің ата-баба рухына. Егемен болмай ел болмас, ике жағы кем болмас, середескен маңыз сені қазақ кем болмас. Ауыл райым асқақ болып, аса еші көленім, отыр жылым қатты болып, бейкейді жүремін. Отан деге атан мен күн отан деген туған жер, отан ана, отан үлкен, Қазақстан туған ел. Осыдан тұрғын түңкішірен аққан күн, әже әлдері немересін басы айналған бақтан күн. Мереке бүгін ұлы күн, баба ұлы көкшеген азатты елдің ұлымын кездескен төмес көргені. Қуат жолын қуат қылып, шында ақтан сағын тегі жолында, бір ғылайлақ бірлік қанаты деймін, бір ғылына тәуелсіздіктен да. Көкіресен жүрім кенім, егеменді елім менім, асемеймін ешкімге
Tәуелсіздігімен Әнді ауызға жеткіземіз, көкке елі төлемгі, машинаға тоғып өткіземіз. Тақпағайыз әні доясы бүгіміз, тәуелсіз күнде бейбіт бүгіміз. Thank you.
аталардың жалғастыру ерлігін тағысымен ата-баба рухынан үлгі бізге аталардың ерлігі ұлағаты өнеге сүйемелі тәуелсіздік туын ұстап жоғары бүгінгі ұрпақ болар елдің ертеңі келе бүгінгі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған тәуелсіз елдің Қазақстан атты кешімізді өз мәресіне келіп жетті. Қазақ елі туды астық дәуірін, алғандай су жұлдызының жарығын. Тәуелсіздік құтты болсын қымбаттым, туған күні құтты болсын алғым. Елтаңбамыз ажығы, әділанымыз әлемде асқақ бола түсін. Елдігіміздің белгісі, күгілі туымыз әрқашан елге бексін. Келесі кездескенше қоса болсын. Рет қолыма ұстадым, әліппені сыйлаған ұстазым. Білім атты әлемге аштың жол, рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, алғысымыз шексіз бір саған. Таныстық әріппен, ең алғашқы білімді алдым.
Асқар. Міне, кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндеріміз бүгін 4 ай ішінде әліппенің қоштасу кешін бастағалы отыр. Бұл балалар, бұл бүлдіршіндеріміз әліппемен есеп шығаруды, жазуды, оқуды үйренді. Осындай соған куә ретінде қазір сіздермен рахмет саған әліппе атты ертеңімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Қайырлы күн уағалайық, көз қаранышы бойыңызға, ортақ бол бүгін көріскен ойыңызға, қош келіпсіз ұстаздар, ата-аналар, әліппемен қоштасу тойыңызға. Құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар, бүгінгі біз жай жинаған жоқпыз. Бүгінгі біздің мерекеміз әліппенің мерейтойына арналып отыр. Ендеше бірінші әрсін оқушыларын қарсы алайық. әліппе оқуына саяхат жасап қош айтасыңдар. Балалар, әліппеге саяхат жасауға әзірмісіздер? Ендеше сынып әліппеге саяхат жасауға әзірлеріңіз. Алыстан бірдеңе көрінеді. Алыстан бірдеңе көрінеді. Сүрескен, дәрісті үйреткен, бастап кетіп барып. Айтыңдаршы балалар, қай оқу үйреткен? Үші толы әріпке білімдегі жарық не?
Алға шақырайық. Арманызда қонақтар, әлпен ортаға білім қарапты, әлпен меңгерген келешегі қарапты баста атсын деді. Құрметті Әліппе, бүгінгі кешіміздің қадірлі қонағы боласыз. Сондықтан құрметті тағына жайғасып төрге шығыңызға рұқсат. Балалар, уақыт зымыра өте шықты, я? Шынында да, мына 4 ай ішінде біз сіздермен көптеген нәрселер үйренсек. Сол кімнің есінде? Кімнің есінде? Ол менің есіме алғашқы сабаққа салғаны, айқарайды аштасаған бір думан османда жетектеп бір жұмысқа барғаны. Есімізге түсті ол кезде біз әлі мәпен кішкентай бала еді. Ең алғаш әрпен ағынымда қыздар қалай нәрседі ұстадым оның кітабын. Армысыздар аналар, бармысыздар балалар, сөздің бағыттарынан біртелеп қалыңыз. Әліппеге арнамақ бүгінгі күн жүріміз. Ата-аналар, сіздерге арналған әліппе оқулығына арналған кел балалар оқулығын қарсы алыңыздар. ұғымды, көтересің қиналмай-ақ жүгімді. Сыныбымыздың әншілері Аяған мен Нұрман талай ұрпақтарды мақтандырады дей келе, оқушылардың орындауында Қазақстан ұраным атты әнін қабыл алыңыздар.
Söylediğin sağlam, konuyu sağlam, sağlıklı olsun diye o kadar sabah. Bilgen altın yol, aparatı sena askan, jengil emes ağır yol, tırsıp bak anıskan. Elbemizin elbem, seni kolga almayan, есігін açtım, yeteceksin, ертеңгі сәуле жарық мен. Ödeginin ögür, öpücüğün ögür, öpücüğün ögür, tilki oldu tilki. Öteki kusarda, bugün ülke sağları, başka okulu dostlarsa, ayısı kuşlusu. Al kanekli balalar, beri qarayıp, jeng koyup şundayıp, arif bergen sani suv, taqpastarim, bastayım. Dört digenin dağıtı, ağız topla doğdu, nasıl dağdı, dağız, kötü bizde ağır. Şu digenin yolda, kafalasın durma, jası jügüt, oğa soğuğa karab. Radiger diyette, debinin diyette, yakıp tatarın dersi şaşk etti. Yedigen diyesep, etek koyun diyesep, neşem olar eken, yıka yaşıma diyesep. Radigenin lağın kesip, avı mağırağın kesip, pırtın baydı şağın. Radigenin kölüm, gözün deli dövün, kayır görünsün bir, taday kölüm sölüm. Böceğinin bilim nasıl görün, aşk verir sağ var alemin sığırın. Sıt yiyelim sürüyor, sıçan yeter, sıt ürettiği sürüyor. Böceğinin uğurcuyla ağır, uğuruna koyarlar, gözü olan ağır. Madem mektep, kıtarla mektep, menajim oldu, iklimde koktu. Vadigenin bayım, dostumuz yemayım, ağızdan hakikisi, tuzdan raul hayır. Adigenin arda, ahlekli bata, ahı sözünden, adakay bir boldan. Vadigenin namından yoksa namı benim erim, Vadigenin ormanından tanıman soğuman, şirim şirin, orman kes orman. Vadigenin bağda, kısa dolman kuralda, hele kata boğayın, alınmak bir kuzgar. Vadigenin gölüm, gördüm yeşetim, kundağım sağan, kundisi gölüm. Elbette koşaysıp kalamız, yedi kova basıp kalamız, ata-ana kuatmış olsa, korsavatsa boğuştamaya bağlamız. Bizi gelin iyiydi, görüp bize iyiydi, kadaydı bu aile, yemin için. Kar diye kardan kata yürüm, kavattan sana. Söylediğin sağlam, konunun sağlam, sağlıklı olsun diye boku bıraktı sabah. Ödegenin öden boyu içeceğim, ödünce barbalı, ödün beteşeceğim. Acıcığım ercüm, acıcığım ağrım, acıcığım ercüm, acıcığım bağlım. Kıdegenin kırıdan, kurbağın ağırdan, doğrudan kalbi, kısasın bir kırıdan. Hadi gelin ha. Hadi gelin. Ağlı. Okların ağlı. Ağlı.
kargatış кезде анын жолун аңга. Деген темір тағып темірді өрсөрдік үнген еді. Жиде қайда бар болған жоқ майда, сайдан жүр ойнап, қанша мен тайда. Өте керемет. Ал сахнадағы қол шапалақтап балаларға марапат жасап қойсаңыз, қазір әліппе әнін тыңдап отырасыздар. Басқа мектептерде де сендер сияқты бірісін оқушылар әріптермен қоштасып жатыр. Мен сау болыңдар, мен кетейін. Рахмет саған әліппе. Ал балалар, әліппе оқулығымен сендерге тапсырма бар екен. Сол тапсырманы орындау үшін алдымен балалар, әліппеден кейінгі оқулық қандай оқулық? Ендеше сендерді әрі қарай жетелейтін ана тілі оқулығын ортаға шақырайық. Қане бірге айтайықшы хормен. Сәлеметсіздер ме балалар? Туған елдің тіліміз ерекше, ақылмен танылған ерекшеді. Бәріне ана тілі мен боламын. Балалар, ана тілі жай келмеген екен. Сендерге тапсырма ала келіпті. Барлығымыз тапсырмасын орындаймыз ба? Ал қанекей, балалар, күн барлығымыз ағылшын тілінің сабағына 10-ға дейін санауды білеміз, иә? Ал қанекей, күн санап береді екенбіз. Кел оғыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Керемет, жарайсың. Ал балалар, орыс тілі сабағы болады сіздерде. Орыс тілінен қандай тақпақтар үйрендіңіздер? Кел оғыз. Это лесенка, есть Надя нас ведет. Тағы кім біледі екен? Тағы ұлдардан білетін шығар екен. Буквально как лесенка, есть Надя нас ведет. Жарайсыңдар балалар. Балалар, біз сіздермен бірге есеп шарықта үйрендік, иә? Ал қанекей айтыңдаршы, 10 саны неше таңбалысан? 2 таңбалысан екен. Ендеше 10 мен 7-нің қосындысы нешеге тең? 17-ге тең. Жарайсыздар. 8 мен 4-дің айырмасы нешеге тең? 14. 8 мен 4-дің айырмасы нешеге тең?
жақсы тауып жарайсың. Ал ендеше әліпби оқулығы сіздерге айтар сөзі бар шығар. Ал жақсы балалар, әліпбиге барлығын сау бол деп ортамыздан шығарып, ана тілі оқулығына қош келдің дейік. Ал сау бола ғой ана тілі, әліпби оқулығы кәне бірдей әліпбе қош сау бол. Ана тілі аман бол, ұятын болып тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Деп ақын ағамыз айтқандай, мен ана тілі оқулығым, сендердің өнерлеріңді қарап қуанып тұрмын. Керемет ана тілі оқулығы. Ал енді балалар, ана тілі оқулығы сіздерге мына арналған балалардың өнерлері ұнады ма? Балалар, сендер жақсы білім алыпсыңдар. Сыныптың шыршасын, білімдерді көтеріп отыра. Бетіңді сөйлеп, қане бәріміз 1, 2, 3 деп айтайықшы. 1, 2, 3. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, сіздерді жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет, ана тілі оқулығы сізді ордаға, төрге шақырамыз. Елін отан ыстық отанын, елін жерін сүйетін, тәуелсіз елдің ұрпақтары, ендеше тәуелсіз елдің ұрпақтарын ордаға шақырайық. Әр Қазақстан отаным менің. Орындайтындар Айару, Мейіржан, Дамир, Нұрай мен Айсұлтан балаларымызды ортаға шақырамыз. Қалған қол шапалақтар марапатталсын.
тірегі, дананың да тірегі, шаншылмасын ешқашан, аналардың жүрегі дей келе, аналардың құрметіне саусар мен сымбаттың орындауында ай дидарлы анашым әнін қалдауыңыздар. Allarınızda Oyan bir Tılgı Yeteksi. Birde Oyan bir Tılgı görüşü olup tatlı tersi durupta. Tılgı'nın üyü mutlal, al Oyan'ın üyü ağaçtan жасалыпты. Kız bitip, kömüldü gökten geldi. Oyan'ın üyü ornunda da, al Tılgı'nın üyü yerip, şunqa olup ağıp ketті. Енді Tılgı қайда тұрмақ? Oyan, көршісін үйіне шақырды.
не ой. Şimdi Oyan yine kiredi. Бірге тұрып дос болған екен. Рахмет балалар. Әкесінің рөлін сомдаған Бердімұрат Әлихан. Қоянның рөлін сомдаған Мақсет Динара. Тұрсының рөлін сомдаған Жидебаева Малика. Аюдың рөлін сомдаған Бегали Серік. İşçilerin rölünü sonlayan Bolat Ahmetcan, және Ерсұлтан Мұрат Ерсұлтан. Ал өздеріне қанық болсаңыздар, үлкен рахмет балалар. Келесі кезекте бізде
сөз бар екен. Серік Аялды аққу бимен ортаға шақырамыз.
muhallimler de kelip, barcha bastauçsuz muhallimlerге arналган ұстаздар қауымына алғысымыз шексіз дей келе, Қазақстан. Kızlar тобы мерекеге өнермен келген бүгін таң қалдырып қанекей билейші көрерменде қошеметтер отырайық. Алдарыңызда қыздардың биі до ре ми.
отырсаңыздар. Оқушылар барлығын келе қалайсыз. Бәрімізді сүйіп өткен, балаларға үйреткен әліппе мен ұстазға бас иіп құрметпен дей келе, әліппе мен қоштасу ертегілігімізді аяқтаймыз. Рахмет саған әліппе. Рахмет балалар, ақ тілеу аямайтын баталардың, өздерінен қуат баталардың, сынығындай асылдың артақсын, ақ жүрек қасиетті паналарын келекелеп, құрметті қонақтар. Аталы сөз, баталы сөз дегендей, ортаға ер сұлтанның апасын бата беруге шақырамыз. Енді құрметті біздің халықаралық орта мектебінің кішкентай ғана бүлдіршіндері, мінекей бүгін сіздер әліппемен қоштасып отырсыздар. Енді қарамдарыңызға нұр жаусын деймін. Осындай бәріңіз өнерлеріңіз қандай керемет бәріңізге. Өлең айтып жатсыздар, тақпақ айтып жатсыздар, би билеп жатсыздар, көп істер көрсетіп жатсыздар. Өте керемет. Осылай болашақта тек қана жақсы оқуларыңызға ендеріңіздің саулығына мен тілектеспін. Құрметті ұстаздар, мына түлектеріңіз осылай өсе берсін, осылай өнерлеріңіз көрсете берсін. Бүгінгі сондай керемет әліппемен қоштасу мерекесі күшті өтті, жақсы өтті дейміз. Жоғарғы деңгейде осылай талапты ғана беріңіздер. Рахмет бия, рахмет апай. Бүгінгі кеш әрінің тойбасы деп саналар. Балалардың есімі әулеттерге таралар. Ыры кетті сондықтан ертеңгілік соңында ақ тілекпен баршаға тілек айтар қонақтар келгенде ұстазымыз мектеп директоры Тазагүл Тоқсейітовнаға сөз береміз. Ал енді құрметті бүгінгі кештің қонақтары,
және мына кішкентай бүлдіршіндер бүгін мереке, бұл үлкен мерекенің біреуі деп есептеуге болады. Бүгін сіздер қош болып әліппе деген ертеңгілікті өткізіп жатырсыздар. Енді мына бүлдіршіндер әліппе бүгін сіздер биыл бірінші сыныпты келіп отырған бүлдіршіндер өте бақытты. Біздің оқу бағдарламасынан қаншама жылдар бұрын әліппе алынып, 3-4 жыл әліппе емес, сауат ашумен оқып жүрді балалар. Міне сіздер бақыттысыздар, әліппе қайтадан оқу бағдарламасына оралып, сіздердің қолдарыңызға әдемі әліппе кітабы берілді. Әліппе бұл балалар барлық білімнің бастауы. Әліппе бұл сіздердің бірінші оқулықтарыңыз. Әліппе сіздерді жаңа білімге, мектептегі ары қарай алатын білімдеріңіздің бастамасы әліппе. Егер де балалар әліппені кім жақсы меңгерген болса, сіздерге ертең ана тілін оқуға, ары қарай барлық пәндерді оқуға сіздерге жол ашады. Сондықтан да балалар, мен ойлаймын, осы 4 айдың ішінде сіздер әліппені жақсы меңгердіңіздер деп. Солай ғой, бүгін міне әліппемен қоштасып, енді ана тілін қолдарыңызға 390-нан бастап аласыздар. Сіздерге оқуға жаңағы жол ашып отыр әліппе. Енді сіздер жаңа 390-нан бастап керемет ертегілерді, керемет әңгімелерді, керемет бір оқиғаларды оқып, өздеріңіздің саналарыңызды, ой ұшқырлығын, өздеріңіздің танымдық қабілеттеріңізді арттырасыздар. Міне кітап оқу, кітапқа құштар болу, ол сіздерді ертең керемет жақсы азамат білімді қылып шығарады. Балалар, сондықтан біз түрлі оқулық кітаптарды жақсы оқуымыз керек. Міне енді қолдарыңыздан сіздердің апайларыңыз 1-ші классқа қабылдап, әріптердің барлық қыр-сырын үйретті. Енді бүгінгі ертеңгілік кештерің жақсы өтті. Осындай кешті ұйымдастырып дайындап, біздің алдымызға сіздердің 4 айғы нәтижелеріңді көрсетіп отырған өздеріңіздің апайларыңыз, Айнұр апайларымызға әкімшілік тарапынан үлкен рахмет айтамыз. Осындай нәтижеге сіздерді жеткізіп отыр. Мектепке алғаш келген кезде 1-ші қыркүйекте оң-солын танымай, қалай жүру керек, қалай сөйлеу керек, қандай тақтаға айту керек екендігін барлығын апайларын 4 айда меңгертіп, үйретіп, сіздерді кәдімгі бір қалыпқа салып, қалыптасып қойыпты. Енді осыны ары қарай балалар алып жүреміз. Айнұр апайларымызға үлкен рахмет. Әрқашанда сізге шығармашылық табыс тілеймін. Осы балаларымыз енді 1-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін жақсы оқып, одан кейін барып негізгі мектеп, орта мектепті, 11-ші сыныпты осындай жақсы зәулім мектепте аяқтауына, аман-есен білімді болып, тәрбиелі болып, өнегелі болып шығуына мен тілектеспін. Барлықтарыңызды мына келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Барлық отбасына береке, бірлік, тыныштық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, барлығымыз бай қуатты болайық, саналы, өрелі болайық, барлығымызды сыйластығымыз жарасып, жақсы осындай еліміздің болашағы жарқын болсын. Балалар, сіздерге денсаулық тілеймін, жақсы оқыңдар. Енді бүгінгі бір келеңсіз жағдайлар болып жатыр. Енді ата-аналар тарапынан ата-аналарымызға да ескертілген нәрсені, мектептің ішкі тәртібі бар, ішкі тәртіпті сақтау керек. Егер де тәртіпті сақтамайтын болған жағдайда біз кәдімгідей шаралар қолданамыз. Мен қазір бір ата-ананың үстіне шара қолданайын деп едім, кешірім сұраған кейін жібердім. Сондықтан екінші мен жаңа ғана сізге айттым, сіз қайтадан тәртіпке көнбей қайтадан кіріп отырсыз, және видеоға түсіріп отырсыз. Болмайды ғой, айтылды ғой бір. Қазір сізді ана сыныптағы ата-аналар айтып отыр. Неге 1-ші сынып оқушысы Анарбек Бекасыл марапатталады дейді. Біздің әліппе кітабымыздың, балалар оқулығымыздың құрастырған біздің Ахмет Байтұрсынов аталарымыз, білесіздер ғой? Келесі осындай Серік Аяру. Сағайдулла қызы Айсезім.
Саламат қызы Айсұлу. Қарақат Жансұлу. Өмірлі Ілкәр. Оразбек Сымбат. Нұрбай Нұрман. Мұсарат Нұрай. Есіпбек Айгерім. Мұрат Ерсұлтан. Аттарыңға қазір мен өзім қарап бере саламын. Рахмет сізге.